құрметті көрермендер, Жашаған кентінде орналасқан нөмір 1 балалар өнер мектебіне қош келдіңіздер. Біздің мектеп оқушыларға отансүйгіштік, патриоттық тәрбие беріп отыр. Қасиетті қара домбыраны дамытуға, күйшілік дәстүрді орындау бағытында жұмыстанамыз. Қай күйді орындаймыз? Еркесі қым. Авторы кім оның? Шентебаев. Жақсы. Вибрацияны көбірек алу керек. Қара, ол қай жерде мысалы жеке тұр ғой, қарап тұрсың ғой, үстіңгі шектен. Асық па? Екеуін бір ойнаймыз, қара. Кішкене вибрация аламыз, иә? Кеттік. Қосымша білім ұйымдар арасындағы үздік педагог 2018-2019 оқу жылында биыл тағы өтіп отыр. Енді біздің мектеп бірінші балалар өнер мектебіне Фариза Тосболатқызын ұсынып отырмыз. Енді қуанышқа Фариза Тосболатқызы өте жұмысында ұқты, ұжым арасында өте сыйлы, аталармен қарым-қатынасы, балалармен қарым-қатынасы өте жақсы. 2010 жылдан бастап бірінші балалар өнер мектебінде жұмыс қызмет етіп жатыр. Екіншісі санатты, өте ұжым арасында сыйлы, беделді. Енді Фариза Тосболатқызы есе өте жұмыстан ұқты. Фариза Тосболатқызының шәкірттері қалалық, облыстық, республикалық, халықаралық жұмыстардың лауреаттары, енді былтырғы оқу жылдарда көптеген несі болып, биыл оқу жылдарда көптеген жетістіктері көп. Енді біздің Фариза Тосболатқыздан үлкен үміт артып отырмыз. Бірінші балалар өнер мектебі жас болса да іскер, осы қалалық конкурстан жақсы орын алады деген, облыстық конкурсқа шығады деген үмітіміз бар. Фаризаны Тосболатқызын өте ізденімпаз, ақылды, оқушылармен тез тіл алғыш ретінде танимыз. Мектебімізде үнемі болғалы жатырған концерттерге, лекция концерттерге, қалалық, облыстық деңгейдегі шараларға белсенді қатысады. Фариза Тосболатқызының оқушылары, соның ішінде атап өтетін болсақ, Кенжеева Айдана, Тоқсанбаева Гауһар сынды оқушылары республикалық деңгейлерге, атап өтсек Қазақстан таланттары, Ұлы дала ұрпағы сынды республикалық деңгейлегі байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болып келеді. Үстіңгі шектен алсаң, сол кезде қасындағы екінші солды алуға ыңғайлы болады. Сонымен бүгін жұмыс күнім аяқталды. Нөмір 1 балалар өнер мектебінің алғын өткен. Мен осы нөмір 10 Ахмет Байтұрсынов атындағы жалпы білім беретін мектепте орналасқан бөлімшесінде істеймін. Болашақта шеберлігімді шыңдап, санатымды жоғарылатып, әлі талай республикалық және халықаралық деңгейде орын алатындай етіп, оқушыларды дайындап, талай шыңдарға, талай белестерді бағындырғымыз келеді. Назарларыңызға рахмет.